Кейде өмірде барлығы бар сияқты. Жұмыс бар, адамдар бар, міндеттерің бар белгілі бір. Бірақ ішіңде бір бос сияқты сезім. Бір жарық сөнгендей, бұрын тірі өзің қазір бір жоғалып кеткендей сезім. Егер сен осыны сезсең, видеоны соңына дейін көр. Хей, сәлем, мен Камшат. Мен адамдардың өзін табуға, ішкі жарығын оятуға және YouTube арқылы өз жолын қалыптастыруға көмектесемін. Бір кездері мен де өзімді жоғалтып алғандай күйде болдым. Сыртым күліп тұрғанмен, ішім тыныш емес. Дәл осы состояниеде жүрген жандарға осы видео арналады. Видеоның соңына дейін көр. Ішкі жарық дегеніміз не? Ішкі жарық ол сенің шынайы өзің. Ол сенің жаныңның энергиясы. Адамдардың барлығында ішкі жарық болады. Кейбір адамдар сол ішкі жарықты өшіріп алдым деп үміттерін сөндіріп тастайды. Бірақ ол ішкі жарық ешқашанда өшпейді. Ішкі жарық сөзінің өзі қандай бір керемет сөз, иә? Ішкі жарық неден өшеді? Қалай өшіріп аламыз? Ішкі жарық неден өшеді? Негізі көп адамдар ішкі жарығым өшіп қалды деп ойлайды. Солай болашағына деген үмітін сөндіріп тастайды. Бірақ ішкі жарық ол ешқашан өшпейді. Ішкі жарық тек қана жабылады. Біз айналамыздағы адамдардың қоғамда өмір сүргеннен кейін адамдармен араласамыз, сөйлесеміз, белгілі бір ортада жүреміз, сол окружениедегі адамдардың барлығының пікіріне тәуелді болып қаламыз. Қалай тәуелді болып қалғанымызды өзіміз түсінбей қаламыз, білмей қаламыз. Солардың ойына, солардың сөздеріне тәуелді болып қалғанымызды даже мойындай алмаймыз кейде. Әрине, ол біздің эгомыз. Адамдар біз туралы айтқан ойына сеніп қаламыз да, соны ойлап біз өз-өзімізді сөндіреміз. Ішкі жарық ол өзіңді тыңдау. Когда сен ішкі жарығың жанған кезде, ол кезде бәрі супер болады. Ішкі жарық сөзі менің өзіме үлкен энергия береді. Өз тәжірибемді айта кетсем, мен де өзімнің ішкі жарығым сөніп қалды деп солай жертва болып өмір сүрдім. Мен өз тәжірибемнен айтайын, ішкі жарық ол ешқашанда өшпейді. Ішкі жарық жай ғана жабылады. Сен өзіңді ішкі жарығым өшіп қалған деп ойлап жүрсең, ол ойыңды ауыстыруға болады. Қалай ауыстырамыз? Сол ішкі жарығым өшіп қалды деген ойды былай ауыстыруға болады. Мен шаршадым. Мойындаймыз. Мен шаршадым. Бірақ шаршаған адам ол ары қарай өмір сүрмеу керек деген сөз емес қой. Сол сияқты өзіңіздің шаршағаныңызды мойындаңыз да, шаршаған адам қайта жана алады. Сен ішкі жарығың өшкен жоқ, сенің просто ішкі жарығың жабылған. Сол ішкі жарығыңды ашсаң, сенде бәрі супер болады. Өзімізді тыңдамаудан, өзіміздің жасағымыз келетін нәрсені кейінге қалдырудан ішкі жарығымыз жаймендеп сөнеді. Өмірді өзгерту үшін сенің ішкі жарығыңды жандыруың керек. Сен өзіңнің ішіңе оралып, сол ішіңдегі жарықты жаққан кезде сенің сыртыңдағы әлем, сыртыңдағы жан-жағыңдағы адамдар барлығы өзгере бастайды. Ішкі жарықты қалай оятуға болады? Ең бірінші адамның өмір сүрудегі өз құндылықтары болу керек. Мен де осы 30 жасыма дейін құндылықтың не екенін білмей келгенмін. Құндылық дегеніміз не? Көбісі мен көп құрбыларымнан, таныстарымнан сұраймын. Осы тақырып қозғалып кеткенде, сен осы өмір сүру барысындағы құндылықтарың қандай десем, жауап бере алмайды. Негізі әрбір әйел, әрбір қыз білу керек. Өзінің өмір сүру барысында өзінің белгілі бір құндылықтары болу керек. Мысалға, мен құндылықты былай түсіндіре кетейін. Құндылық ол сенің өмір жолың, сенің таңдауларың. Мен өз құндылықтарымды атап айтайын. Ең бірінші, менің алғашқы өмір сүру барысындағы құндылығым өзім. Екінші, менің отбасым. Үшінші, өзіме деген адалдық. Төртінші, өзіме деген сенім. Сосын өсу, даму. Осы 6 құндылығым бар. Өзімнің өмірімде осы 6 құндылық бойынша мен өмір сүремін. Мен кез келген адаммен араласа аламын. Бірақ олардың құндылықтары менің құндылығыма сәйкес келгенде ғана мен жақсы араласамын. Когда сен өз құндылықтарыңды
қалыптастырып сол құндылықпен өмір сүре бастағанда сенің шекараң пайда бола бастайды. Шекара қою ол сенің ішкі жарығыңды оятады. Шекараңды, құндылығыңды тапқан кезде, шекараңды қойған кезде сенің ішкі жарығың біртіндеп жана бастайды. Бірақ ол бірден жанып кетеді. Ішкі жарықты бірден жаға салам, оята салам деп ойламаңыздар. Ол қате ой. Асықпаймыз. Ең алдымен осы өмір сүру барысындағы өз құндылықтарыңды табасың. Содан соң құндылықтарың пайда болғанда автомат шекара өзі пайда болады. Шекараны сол кезде түсінесің. Ішкі жарық оянған кезде сен өзіңді сүйе бастайсың. Ал өзіңді сүю ол өмірдің жаңа парағы. Өзіңді сүйген кезде сенің өміріңнің жаңа парағы ашылады. Әрбір адамның ішінде жарық бар. Сол жарықтарыңызды сөндіріп алмаңыздар. Жарықтарыңызды жауып алмаңыздар. Сол жарықтарыңызбен одан сайын жарқыраңыздар. Сенің ішіңдегі жарық сөнген жоқ. Сенің ішіңдегі жарық өшкен жоқ. Сенің ішіңдегі жарық жай ғана сен шаршағаннан мүмкін жабылып қалған болар. Егер сенде осындай сезімдер бар болса, комментарийге жарық сөзін жаза кет. Өзіңді сүйген кезде өз құндылықтарың пайда болады, өзіңнің шекараң пайда болады. Солай сенің ішкі жарығың біртіндеп жана бастайды. Сен бұрынғы версияңнан, бұрынғы сол миыңдағы таракандардан арыла бастайсың. Біздің түп санамыздағы жазылған бір белгілі бір бағдарламадан ажырай бастайсың. Біртіндеп ажырай бастайсың. Енді бірден өмір өзгеріп, бірден сол программаны алып тастап, новый программа қоя салам дейтін біз компьютерный версия емеспіз, біз робот емеспіз, біз адамбыз. Сол үшін барлық нәрсе постепенно болады. Сенің ішіңде жарық бар. Ол ешқайда кеткен жоқ. Сен сынған жоқсың, сен жай ғана шаршадың. Ал шаршаған жан қайта жана алады. Бүгінгі видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Менің каналыма жазылып кетіңіздер. Әрбір видеома комментарий қалдырып, лайк басыңыздар. Сіздердің әр лайктарыңыз, әр комментарийларыңыз, маған жазылуларыңыз мен үшін өте құрмет, мен үшін өте бір маңызды зат. Сол үшін мені қолдап кетіңіздер. Келесі видеода жолығамыз.